Кәсіптен нәсіп тауып отырған қордайлықтарға құлақ қағыз. Аймақтағы мансап орталығы қайтарымсыз грантқа өтінім қабылдаудың басталатынын хабарлайды. Биыл бірқатар өзгешелік бар деген мамандар құжат тапсырмас бұрын бағдарламаның шарттарымен мұқият танысуға шақырады. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған грантқа өтініш қабылдау 28 маусымда басталады. 10 жұмыс күніне созылатын бұл науқан Еңбек КЗ платформасында іске асады. Айта кетейік, кәсібін дөңгелетуді мақсат еткендерге мемлекет тарапынан 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаражат беріледі. Жалпы аталған процесс толығымен конкурстық негізде жүргізілмек. Портал өтінім қабылдау осы айдың 28 июньден бастап 8 июльге дейін портал ашық болады. Грантқа кім заявка жібере алады, өтінім бере алады. Ол көпбалалы отбасылар, ата-аналар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, әлеуметтік көмек алғандар, қандастар, қамқоршылықтан айырылған жағдайда. Былтыр аталған жоба аясында 90 адам ісін ілгерілетіп, идеясын жүзеге асырған. Биылғы меже 70 адам. Сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда ережелерде бірқатар өзгерістің барын да біле жүрміз. Алған мемлекет қайтарымсыз гранттарын тиімді және де мақсатты жұмсалу барысында біраз өзгерістер енгізілді. Оның ішінде көбінесе жаңағы алынған заттардың барлығын тек қана қаражат бөлінгеннен кейін банк арқылы тиесілі счеттарға аудару арқылы, былай айтқанда қолма-қол ақшаны алу, банктен обналичить ету деген ондай мақсат уже болмайтын болды. Одан кейін бөлек зерделеу мәселесі 2 жылға ұзартылды. Сондай-ақ қайтарымсыз грантқа ие болған кәсіпкер кемінде бір адамды жұмыспен қамтуға міндеттелмек. Әрі соңғы 12 ай бойы әлеуметтік төлемдерді тұрақты аударуы талап етіледі. Осы және өзге де мәліметпен толық танысу үшін аймақта мансап орталығының жұмыс істейтінін еске саламыз. Мадина Оқас, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.